аласың анам. Ау? Сізден бір 2000 теңге шамы. Не аласың? Осы үйде продуктыны жазып. Қайда тұрасың? Жолдың астында. Кіммен тұрасың? Мен мамам екінім болды. Жүр барамыз ба үйіңе? Бірақ мамам айтады, біреудің машинасына отырма. Біреудің машинасына отырма деді ма? Бірақ 2000 теңгеден жинап ал деді ма продукты ақша? Жоқ, мен саған 2000 емес па, 20 мыңға продукт алып берейін, бірақ мамаңа барып көрсек бола ма? Мен жай шынымен осындай балаңыз жібердіңіз ба деп. Негізі мамам жібермеген тұңғы. Жібермеген бе еді? Өзің ба? Шынымен мұқтажсыңдар ма деп атқаным ғой, егер мұқтаж болсаңдар көмектесейік. Мен бір-екі мықты достарым бар, кәсіпкер. Көмектеседі олар, мен де көмектесемін. Барамыз ба? Жүр кет. Жүрсі үйіңе барайық, көмектесемін ғой. Жүр ана мен машинам мынау отыр. Жүрсі енді көмектесемін ғой. Жүрсі, жоқ сен шынымен мұқтаж болсаң, не болсаң көмектесемін ғой, мен саған 20 мың, 40 мың, 50 мыңға көмектесемін. Шынымен мұқтажсың ба? Мамаң қайда жұмыс істейді? Жұмысым. Қанша ағайындысыңдар? 3 ағайындысыңдар ма? Енді 2000 теңге ештеңеге жетпейді ғой деп атқаным ғой енді. Дұрыс па? Менікі? Не істейсің ол 2000 теңге? Шыныңды айтшы мақұл, басқа нәрсеге жаратқың келіп тұр ма? Мен саған берейін. Әлде шынымен тамаққа продуктке мұқтажсыңдар ма? Жүрші мен сен, мам жолдың астында ба? Жүр жолдың астында барамыз. Жүрсі жолдың астында. Біреудің машинасы емес, менің машинам ғой. Мен есімім Руслан, мен саған көмектесем шынымен мұқтаж болатын болсаң. Барамыз ба? Жүр көмек, жүр. Мамаң нөмірін айтасың ба? Звондайын ба мамаңа? Телефон жоқ қой. Телефон жоқ? Экраны күйіп кеткен ғой. Жүрші мамаңа телефон да береміз, егер осы айтып отқан әңгімелерің бәрі рас болатын болса ше. Атың кім? Атың? Ердәулет. Ердәулет. Мен саған айтып отырмын, мамаңа да телефон алып береміз, осы айтып отқаннан рас болса. Мен сен күнде осы жерден жүрмейсің ба негізі? Жүрші. Ердәулет, мен саған көмектесейін. Жүрсі, шынымен мұқтажсың ба? Жүр. Кеттің ба енді?